12-13 миллиондай банкке қарызбын, төлемей жатқаныма 8-9 ай болды, банкротқа жібере аламын ба? Яғни егер кредитті төлей алмай жатсаңыздар, 13 миллион, 12 миллион қарыздарыңызды сот арқылы банкротқа тапсыруға болады. Бұл жерде енді сотқа арыз қалай тапсырылады? Жазбаша сот кабинеті арқылы өзіңнің пропискаң қай жерде, яғни тұрғылықты жерің бойынша сотқа тапсырылады. Сотта 10 күннің ішінде шешім қабылданады. Іс қозғауға жатады, немесе жатпайды. Іс қозғауға жатады деген шешім қабылданғаннан кейін қаржы басқарушы тағайындалады. Сол қаржы басқарушы 20 жұмыс күннің ішінде сенің жағдайың туралы қорытынды береді. Банкроттық рәсімін қозғауға жатады, немесе жатпайды деп. Осы аралықта азамат іс қозғалғаннан кейін дереу кредиторларды хабардар еткеніміз жөн. Жазбаша, жөн емес, міндеттіміз. Сонымен қаржы басқарушы банкроттық рәсімін қолдануға жатады деп шешім қабылдаса, қорытынды берсе, онда сот соны бекітсе, банкроттық рәсімі басталады. Соның шеңберінде банкроттық рәсімі 6 ай жүреді, 6 айдың ішінде 6 ай болуы мүмкін, кейде 12 айға дейін созылуы мүмкін. 6 айдың ішінде сол бітсе, банкрот деп танылсаң, болды. 12 миллион, 13 миллион ешкімге төлеуге міндетті емессің. Жұмыс істей бересің, мұнан кейін өмірің сүре бересің, ешқандай проблема жоқ. Шетелге шыға бересің. Тек 3 жыл қаржылық бақылауда боласың, мониторингте, финанс мониторинг, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Жасырған тыққан ақшаларың болмаса, одан қорқудың қажеті жоқ. Сөйтіп 5 жыл бойы кредит алмайсың. 5 жыл бойы кредит алмағаныңды керісінше өзіңнің өміріңді түзеуге, кредитсіз өмір сүруге баулуға пайдаланған дұрыс. Сөйтіп диплом аласың, кредитсіз өмір сүруге.